Сәлематсыздар. Мен бүгін сіздерге овсянкадан сұлыдан каша жасап көрсетемін. Бұл кашаны жасау үшін бізге керегі бар жоғы сұлы, сүт, су, тұз, дәміне қарай қант. Міне керегі бізге сұлы, су, сүт. Достар, менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздерге ол уақыт алмайды, ал менің каналымды дамытуға көмектеседі. Міне көріп тұрғандарыңыздай, сүт пен суды араластырамыз, бірдей көлемде болу керек. Қайнап отырған кезде жаңа сұлымызды саламыз, және 3 минуттай қайнатамыз. Мен қайнататын сұлыны аламын, тез дайындайтын сұлы да болады, маған ол қатты ұнамайды. Дәміне қарай тұзымызды, қантымызды қосамыз. Қантты көп қоспасаңыздар болады. Мен 1 шай қасық қана қосам, маған жеткілікті. Міне 3 минут қайнатамыз. Одан кейін бетін жауып қоямыз 5 минутқа. 10 минутта біздің кашымыз дайын болады. Ал сұлының құрамы әртүрлі дәрумендерге тола екені мен айтпай-ақ сіздер білесіздер, оны айтып сіздердің уақыттарыңызды алмай-ақ қояйын. Бұл кашаның құпиясы күнде әртүрлі дәм алуға болады. Оның үстіне курага, болмаса чернослив, болмаса жақсы көретін болсаңдар бал, мёдты қоссаңыздар, сіздер әртүрлі дәмімен жей аласыздар. Күнде әртүрлі каша жеп отқан сияқты боласыздар. Және өте тойымды, ағзамызға пайдалы каша. Осылай жасаңыздар. Мен курагамен және осындай черносливпен жегенді жақсы көрем. Ал менің отбасым, жолдасым, қызым мёдпен жегенді жақсы көреді. Сіздер де осылай жасаңыздар. Видеоны ақырына шейін көргендеріңізге рахмет. Оразаларыңыз қабыл болсын. Сәреге уақыт алмайтын зат. Жасасаңыздар, сіздердің отбасыларыңыз қуанады. Видеоны түсініксіз жер болса сұраңыздар, мен жауап беремін. Сіздермен бірге болған әдеттегідей үміткен.